Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен ашытылған қамырдан манты пісіру рецептімен бөлісемін. Үш 350 мл жылы судың үстіне 1 ас қасық қант, 1 ас қасық ашытқы салып араластырамыз. Кішкене ұн салып араластырамыз. Бір шай қасық тұз, 2 ас қасық сұйық май және 500 грамм ұн салып қамыр илейміз. Қамырды асхана үлдірімен жауып, шамамен 40 минутқа қалдырамыз. 200 грамм қырыққабатты ұсақтап тураймыз. Екі картопты да ұсақ текшелерге бөліп тураймыз. Картоп пен қырыққабаттың үстіне 500 грамм туралған етті саламыз. Тартылған ет қосуға да болады. 1 жұмыртқа, 2 шай қасық тұз, 2 шай қасық қара бұрыш және 2 ас қасық май құйып, жақсылап араластырамыз. Нанды шамамен 25-30 бөлікке бөлеміз. Қамырымызды дөңгелектеп жайып, ортасына 2 ас қасық салмамызды салып, видеода көрсетілгендей етіп түйеміз. Барлық мәнтілерді осылай дайындаймыз.
Мантыны мантоваркада 45 минут пісіреміз. Асымыз дайын, астарыңыз дәмді болсын. Егер рецепт ұнаса, тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруыңызды сұраймын.